Дәл осындай чипсті енді балаларыңызға мүлдем алып бермеңіздер. Мен айтпасам да зиян екенін білесіздер. Ендеше үй жағдайында дәл осындай чипсті дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге осылай терканың осы жағын алдымен картопымызды өткіштен өткізіп аламыз. Менде дәл осындай болды. Енді осыны міндетті түрде алдымен суық суға жуып аламыз. Кейін бізге қайнап тұрған судың үстіне 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық уксусты құйып, енді осы қайнап тұрған судың үстіне картопымызды саламыз. Бір қайнағаннан кейін бірақ 3-4 минуттай суда ұстаймыз. Кейін оны алып суық суға саламыз. Тағы да бір рет араластырамыз. Енді осыны алып, жақсылап қағазға салып, барлығын жақсылап кептіреміз. Құрғатамыз яғни. Құрғат болғаннан кейін үстіне осылай жүгері крахмалын салып, жақсылап осылай араластырып жібереміз. Кейіннен қызып тұрған майымызға енді картопымызды қуырып аламыз қызарғанша. Міне дәл осындай болып шыққан кезде сүзіп аламыз майдан. Ең соңына дәмінен қарай қызыл бұрышты тұзды салып жақсылап араластырамыз. Міне осымен дайын. Астарыңыз дәмді болсын.